әлемдік аренада қазақ елінің абыройын асырған спортшы Илья Ильин қайда жүр? Допинг дауынан кейінгі өмірі қалай өзгерді? Спортқа қайта орала ма? Токиодағы олимпиадаға қатысады ма? Ол сұрақтардың жауабын көпшілік білгісі келеді. Сәлем достар, сіздермен бірге Тентек арнасының келесі шығарылымы. Бүгін сіздермен Илья Ильиннің спортқа оралатын, не оралмайтынын сөз ететін боламыз. Қазақстандық зілтемірші, Қазақстанның тұңғыш олимпиада ойындарының 2 дүркін чемпионы, әлемнің 4 дүркін чемпионы, Қазақстанның 2 дүркін чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Илья Ильин бүгінгі күні спортқа оралады ма? Ал бұл сұрақтар мен спортшының қазіргі жай-күйі жайлы қоғам белсендісі Мұрат Әбенов Facebook парақшасында былай деп жазды. Түнде батыр ұлымыз Илья Ильинмен кездестім. Көптен бері көріспеген едік. Ол қазір ақш-та оқып, тіл байлығын кеңейтіп жатыр. Спорттық менеджмент бойынша дәрістерге қатысуда. Бос уақытында ауыр атлетика залдарына барып, әуесқойларға ақыл кеңесін беріп жүр. Онда бос уақыт жоқ. Бәріне үлгеріп, жүрек қалауымен жұмысын жалғастырып жүр. Оны кішкентайынан ашық-жарқын жан ретінде танысам, әлі де сол қалпынан тайған емес, деп жазды Мұрат Әбенов. Сондай-ақ 5 жыл бұрын қазақ елі батыр ұлын Лондоннан зор қошеметпен күтіп алғанын да жазды. Жеңіс тұғыры бағында, бірақ ойламаған жерінен қиын жағдайға тап болғаны рас. Жақын арада бәрі де жөнге түсіп, оның жарыс жолына шығатынына үмітпен қараймын. Ол мен үшін қашанда жеңімпаз. 15 жыл ішінде оның кем дегенде 3 рет биікке көтеріліп, сонша рет тағдыр тауқыметін тартқанын да көзіммен көрдім. Бірақ төзе білді. Өз-өзіне келіп, ісін ақыл санасымен алға жылжытып келеді. Наразылығы, өкініші мен өтінішін ешкімге сездіргісі де, білдіргісі де келмейді. Керісінше өзгелерге үміт пен сенімділікпен қарай білетін жан. Осы үшін барлығы оны жақсы көреді. Кеше әуежайдан түскеннен бастап, мейрамхана мен көшеде жүргенде халықтың оған деген құрметі жоғары болды. Мұның өзі зор қолдау. Ақылың мен күшің тасысын, Илья, деп жазды. Айта кетейік, 2016 жылдың 23 қарашасында Халықаралық олимпиада комитеті Илья Ильинді допинг қолданды деген айыппен Бейжің және Лондондағы алтын медальдарынан айырған еді. Илья Ильин 2018 жылы спортқа қайта оралды. Спортқа қайта оралған қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин Талдықорғанда өтіп жатқан ел чемпионатында 102 келіге дейінгі салмақта топ жарды. Ол жұлқа көтеруде 172 келімен, ал серпе көтеруде 208 келімен аяқтап қарсыластарын шаң қаптырды. Жарыс соңынан Илья Ильин 3 жылдан кейінгі алғаш рет тұғырға шығу оңай болмағандығын айта кетті. Сондай-ақ қолдау білдірген барша жанкүйерлеріне де алғысын айтты. Мен қайта оралдым. Көңіл-күй жақсы, бәрі ұнады. Тұғырға шығу оңай болған жоқ. Сондықтан аз салмақ көтеруден бастадым. Барлығы жоспар бойынша өтті. Қызықты бәсекелестік болды. Рүстеммен бұрыннан таныспыз. Екеуміз де алтын ала тұрып жарыстық. Шын айтайын, оңай болған жоқ. Ары қарай дайындаламыз. Нәтижем жоғары болса, әлем чемпионатына қатысамын. Әзірге белгісіз. Егер толық бабыма келіп үлгерсем, келер жылы құрлықтық жарыстарға қатысатын боламын, деді ауыр атлет. Сондай-ақ Илья Ильин мен олимпиада чемпионы Зүлфия Чиншанло келесі Токиода өтетін олимпиадаға баруы ықтимал. Олар допинг дауынан айығып, толықтай спортқа қайта оралды. Биылғы әлем чемпионаты 1 және 10 қараша аралығында өтеді. Түркменстан елінің астанасында 16 медальдар жиынтығы сарапқа салынатын болады. Қазақстан құрамасы жаттықтырушыларының кеңейтілген отырысында әлем чемпионатына қатысатын ауыр атлеттер анықталды. Құрама қазіргі таңда Сочиде оқу-жаттығу жиынында жүр. Айта кетейік, ауыр атлетикадан 2018 жылғы әлем чемпионаты IWI атқарушы комитеті шілде айында өзгерткен ереже бойынша жаңа салмақ дәрежелерінде өтеді. Қорытындылай келе, Қазақстанның бағына айналған зілтемірші спортшымыз, батырымыз Илья Ильин әрқашан біздің асқақ биіктегі нағыз қазақ үшін жаратылған қайталанбас тұлға. Оның жасаған ісін қазақ халқы ешқашан ұмытпайды, естен шығармайды. Әрқашан қазақ халқы сені мақтан тұтады, Илья.